Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге қысқы мезгілге қайнатпай баклажкаларға құя салатын, кобра салатын жасап көрсететін боламын. Орысша айтқанда огонек приправасын жасап көрсетемін. 10 килограмм помидорымызды алып, жақсылап жуып, артық жерлерін алып тастаған соң, мен осылай блендермен езіп алдым. Егерде блендер жоқ болса, ет тартқышпен тартып, езіп алсаңыздар болады. 10 килограмм езіп алған помидорымыздың үстіне ет тартқышпен немесе үккіштен тартып алған 1 килограмм сарымсағымызды қосатын боламыз. Осы жерде айта кететін бір жайт, өзіңіздің қалауыңыз бойынша болгар бұрышын немесе ащы болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте тағы да ет тартқыштан немесе үккіштен тартып алған 150 грамм хренімізді қосып, жақсылап біркелкі тегіс болып араласқанша араластыратын боламыз. Ары қарай тұздайтын боламыз. Осы қоспаға 5-6 ас қасық тұз салып, әбден тұзымыз ерігенше араластырамыз. Енді құрметті көрермен, міндетті түрде аспирин қосамыз. Аспирин ашуын басатын болады. Осы әзірше осы қоспаға 10 тал аспирин қосып араластырамыз. Міне достар, енді осы қоспамыздың бетін жауып, үлкен қақпақ болса, үлкен қақпақпен бетін жауып, бір тәулікке қалтыратын боламыз. Бір ашып басылу керек болады. Міне құрметті көрермен, бір тәулік уақыт өткен соң алып баклажкаларға құя беретін боламыз. Әркім өзіне ыңғайлы ыдысқа құя берсе болады. Мен өзіме ыңғайлап 5 литр және 2 литр баклажкаға құйып алдым. Өстіп кез келген 1 литр немесе жарты литр баклажкаларға құйып сақтай берсеңіздер болады. Құрметті көрермен, осы кезде тағы да бір айтатын маңызды жайт, баклажкаларымыздың барлығына құйып алғаннан кейін үстінен аспирин салатын боламыз. Әр литрге бір тал аспириннен салатын боламыз. Яғни мен 5 литр баклажкаға 5 тал, 2 литр баклажкаға 2 тал аспириннен салып шықтым. Ары қарай қақпағымыз жапқанда қатты жауып, бұрап жауып тастамаңыздар, сініп кетеді. 10 күндей уақыт өткеннен кейін қақпағын дұрыстап қатты жауып қоя бересіздер. Міне құрметті көрермен, осымен біздің керемет дәмді, ашымайтын, атылмайтын кобра салатымыз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.